Қайырлы күн көрермендер, бүгін мен сіздерге тоғызқұмалақ есебі қанша құмалақ қажет есептері бойынша тапсырмаларды қалай орындау керектігін көрсетемін. Бірінші тапсырма. Мұнда бастаушыда 75 құмалақ, барлығы 162 құмалақ. Бізге қостаушының құмалақ санын табу үшін 162-ден 75-ті азайтамыз. Екінші тапсырма. Мұнда бастаушының отауында 24 құмалақ, бастаушының қазандығында 32 құмалақ, барлығын табу үшін 24-ті 32-ге қосамыз. Үшінші тапсырма. Мұнда бастаушының отауында 34, бастаушының қазандығында 52, қостаушының қазандығында 48. Бізге қостаушының отауындағы құмалақ санын табу керек. Бастаушыны Б әрпімен, қостаушыны Қ әрпімен белгілейміз. Енді қостаушының отауын табу үшін 34 қосу 52 қосу 48. 162-ден шыққан санды азайтсақ, қостаушының отаудағы құмалақ санын табамыз. Төртінші тапсырма. Мұнда бастаушының отауында 34, қостаушының қазандығында 41 және қостаушыдағы құмалақ саны 76. Бізге табу керек бастаушының қазандығындағы құмалақ санын және де қостаушының отау санын, бастаушының құмалақ санын табу керек. Бұны табу үшін біз бірінші бастаушының құмалақ санын табамыз. Ол үшін 162-ден 76-ны азайтамыз. Бастаушының құмалақ санын тапқаннан кейін бастаушының қазандық құмалақ санын табамыз. Ол үшін бастаушының құмалақ санынан 34-ті азайтамыз. Келесі қостаушының отау санын табу үшін 76-дан 41-ді азайтамыз.